Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Олжас Сүлейменов ақын, Қазақстанның халық жазушысы, лингвист зерттеушісі, түрколог, танымал саясатшы, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері. 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында әскери қызметкердің отбасында туған. Оның атын әйгілі Абылайдың қолбасшысы болған, жаугершілік заманда батырлығымен көзге түскен Олжабай батырдың құрметіне қойған екен. Болашақ ақынның әкесі Омар ұлы өмірге келген жылы таратылған қазақ кавалері полкында қызмет еткен. Алайда, оның дүниеге келгеніне 4 күн болғанда әкесі Ташкент қаласында орналасқан Түркістан облыстық әскери округына кетіп, қайта оралмайды. Осылайша, бала Олжас атасы мен әжесінің тәрбиесінде қалады. 1954 жылы Маншық Мәметов атындағы нөмір 28 орта мектепті аяқтаған соң, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геологиялық барлау факультетіне оқуға түседі. Алайда ақындық қасиеті оны өзінің өмір жолын қайта қарастыруға, инженер-геолог дипломын ысырып қоюға мәжбүрлейді. Ол 1958 жылы Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институтының жоғары әдебиет курстарына оқуға түседі. Курстарды аяқтаған соң Простор журналының поэзия бөлімінің меңгерушісі, Қазақфильм киностудиясының сценарлық редакциялық алқасының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы, Қазақстан кинематографистері одағы басқармасының бірінші хатшысы, КСРО жазушылар одағының хатшысы болып қызмет етті. 1991-1994 жылдары Олжас Сүлейменов шығармашылық жұмыста болды. Ол Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесінің табиғатты пайдалану және экология комитетінің мүшесі. 1995 жылдан бастап 2001 жылға дейін Қазақстан Республикасының Италиядағы төтенше және өкілетті елшісі, кейін Грекияда, Мальтада дипломатиялық қызметтерде болды. 2001 жылдан бастап Қазақстан Республикасының ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі. Невада Семей антиядролық қозғалысының басында тұрды. Тұңғыш өлеңдер жинағы Арғымақтар 1961 жылы шықты. Ақынның өлең жырлары ақыл-ой алғырлығы, бүгінгі күнді халықтың өткен тарихымен астастыра бейнелей, қоғамның саяси әлеуметтік өміріне асқақ дауыспен үн қосуы арқылы ерекшеленеді. Адамға табын жер енді Сүлейменовтың атын әдеби жұртшылыққа кеңінен танытты. Бұл поэма кеңес дәуірі кезінде поэзия жанрының үздік табыстарының бірі болып табылады. Содан бері ақынның таңдамалы лирика, Қыш кітабы, Ақ-дария аспанында, Азия, тағы да басқа кітаптары жарық көрді. Сонымен қатар ол Қазақстан кино өнерін дамытуға елеулі үлес қосты. Ақын ойшыл Олжас Сүлейменовтың тұлғасы халық тарихының бір бөлігі, оны ұлттық мақтанышы деп есептеуге болады. Біздің кітапханада Олжас Сүлейменовтың көптеген кітаптары бар. Ол Азия, шығармалар жинағы. Біз сіздерді күтеміз, келіңіздер.